С вами канал Анатля, и сегодня у нас урок слушания. Тындалым сабағы. Сложность 2 из 3. Один раз буду читать перевод на русском и 3 раза на казахском. Кеттік. Туған жер туралы шығарма. Слушайте, повторяйте. Можете также тренировать свое произношение, либо просто поставить на фон и слушать. Туған жер туралы шығарма. Туған жер туралы шығарма. Туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Родная земля занимает священное место в жизни человека. Тут дословный перевод, то есть туған, родная, жер, земля. В целом туған жер можно перевести одним словом на русский как родина. Туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Именно это место связывает его со своей страной, прошлым и будущим. Кстати, ссылочка, откуда я взяла этот текст. Нақты осы жер оны елімен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Нақты осы жер оны елімен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Вот почему уже с детства у человека пробуждается чувство любви к родине. Мне сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Мне сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады. Туған жер, туған көше, туған қала немесе мен үшін туған кент. Для каждого из нас родина начинается с родного очага, родной земли, родной улицы, родного города или, как для меня, родного поселка. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады. Туған жер, туған көше, туған қала немесе мен үшін туған кент. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады. Туған жер, туған көше, туған қала немесе мен үшін туған кент. Менің отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер Бестөбе кентінен басталады. Хотя моя родина небольшая, для меня она начинается с очень дорогого места, поселка Бестөбе. Менің отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер Бестөбе кентінен басталады. Менің отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер Бестөбе кентінен басталады. Дәл осы жерде менің көңілді де, шаттықты, уайымсыз балалық шағым өтті. Именно здесь прошло мое веселое, радостное и беззаботное детство. Дәл осы жерде менің көңілді де, шаттықты, уайымсыз балалық шағым өтті. Дәл осы жерде
менің көңілді де, шаттықты, уайымсыз балалық шағым өтті. Үйдің маңындағы аулада ойнағаным және балабақшаға барған көше әлі есімде. Я до сих пор помню, как играл во дворе возле дома и улицу, по которой ходил в детский сад. Үйдің маңындағы аулада ойнағаным және бала бақшаға барған көше әлі есімде. Үйдің маңындағы аулада ойнағаным және бала бақшаға барған көше әлі есімде. Сол кезде ол маған өте ұзын болып көрінетін. Тогда она казалась мне очень длинной. Сол кезде ол маған өте ұзын болып көрінетін. Сол кезде ол маған өте ұзын болып көрінетін. Мұнда көлік сирек жүретін, бірақ серуендеп жүретін адамдар көп болатын. Здесь редко ездили машиной, зато гуляло много людей. Мұнда көлік сирек жүретін, бірақ серуендеп жүретін адамдар көп болатын. Мұнда көлік сирек жүретін, бірақ серуендеп жүретін адамдар көп болатын. Сен әрқашан өзің бармасан да, оймен қиялдап туған көшені, есіктің алдын, қызым үйге кір деген ананың сөздерін еске түсіресің. Даже если ты туда не возвращаешься, мысленно все равно вспоминаешь родную улицу, двор у дома, слова матери, доченька, заходи домой. Сен әрқашан өзің бармасан да, оймен қиялдап туған көшені, есіктің алдын, қызым үйге кір деген ананың сөздерін еске түсіресің. Сен әрқашан өзің бармасан да, оймен қиялдап туған көшені, есіктің алдын, қызым үйге кір деген ананың сөздерін еске түсіресің. Жүректің әлсіз дүрсілі естіледі. Слышится тихое биение сердца. Жүректің әлсіз дүрсілі естіледі. Жүректің әлсіз дүрсілі естіледі. Қазір бой жеттім, бірақ та өмір бойы мен үшін балалық шақтағы туған аула мен көше менің кішкентай отаным. Сейчас я стала взрослой, но на всю жизнь для меня родной двор и улица детства – моя маленькая родина. Қазір бой жеттім, бірақ та өмір бойы мен үшін балалық шақтағы туған аула мен көше менің кішкентай отаным. Қазір бой жеттім, бірақ та өмір бойы мен үшін балалық шақтағы туған аула мен көше менің кішкентай отаным. Сонымен бірге мен елімнің бір бөлшегімін, оның бүгіні мен болашағымын. Вместе с тем я часть своей страны, ее настоящее и будущее. Сонымен бірге мен елімнің бір бөлшегімін, оның бүгіні мен болашағымын. Сонымен бірге мен елімнің бір бөлшегімін, оның бүгіні мен
болашағымын. На этом наш урок слушания закончился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки и пишите в комментариях, что снять в следующий раз. Ссылка на материал будет в телеграм-канале. Келесі көріскенше сау болыңыздар.